Деструктивті идеология дегеніміз жалпы ағылшын латын тілінен алынғанда destruction, яғни бірдеңені бұзу, құрту дегенді білдіреді. Діни жағынан қарайтын болсақ, ежелден ұстанып келе жатқан Қазақстандағы Абу Ханифа мазхабы менен имам Матруди ақидасының жоққа шығару, мойындамау деструктивті ағымдардың негізгі мақсаттары. Кімдерді бұзады дейтін болсақ, біріншіден жеке тұлғамен бірге отбасыны бұзады. Одан кейін мемлекетті бұзады. Осы бүлінген, яғни жеке тұлға өзінің ата-анасына қарсы шығады. Одан кейін мемлекетіне қарсы шығады. Яғни мемлекеттегі кейбір заңдылықтарға өзінше мойындағысы келмейді, қарсы тұру, қарсы пікір айту қалыптасады. Біздің тұлғаларымызды мойындамайды. Абай, Шах Кәрім секілді, Қожа Ахмет Яссауи секілді бабаларымыздың еңбектерін жоққа шығарып, өздерінде мойындамайды. Серік қосушылар немесе басқа да себептермен оларды мойындағысы келмейді. Көбіне бұлардың белгілері дейтін болсақ, олар көбіне әсіресе намаз оқыған кезінде біз құлақ қағып оқитын болсақ, мәселен, олар құлақ қақпайды, кеудесіне ғана қолын қойып, ал енді намаз арасындағы әмин деген дұғаны Абу Ханифа мазхабында іштен айтылатын болса, бұл деструктивті ағымдағы жамағаттар көбіне дауыстап айтуменен ерекшеленеді. Және намаздың соңынан кейінгі сүннеттерін орындамай кетіп қалу, және ташбихты тартуды қажет деп тартпайды. Жастардың осындай ағымына кетіп жатқанын өкінішке орай ата-аналар мән бермейді, компьютерлерін немесе соткаларына назар аудармайды. Ең соңында барып балаларының осы бір терроризм немесе басқаға бір қатысы болып ұсталып, сотталып жатқан кезінде ғана соңында барып ата-аналар өкініп жатады. Бірақ ол кезде кеш болады. Сондықтан құрметті ата-аналар, балаларыңызды әптігеннен қалайша мектеп сабақтарын үйрету барысында бала күнінде өзіміз бірінші сол математикасын түсініп, содан кейін барып балаларға бергеніміз секілді діни ілімді де негізінде өзіміз біліп, соны өзіміз беріп, содан кейін барып балаларға егер түсініксіздеу болса, бұл жағын қарап, ал енді біздің Абу Ханифа мазхабы имам Матруди ақидасынан бөлек бір ілімдерді, кітаптарды оқып жүрген болса, соларды тоқтатып, тыйым салып, балалардың не оқып жүргеніне мән берейік. Себебі кейін кеш болады.